Ұстаз, Құдай кешіреді деп күнә жасай беру жалпы неден туады? Ол халықтың арасында бар. Арақ ішеді, шарап ішеді, басқа қылады. Неге бұны күнә жасайтын десе, Құдай кешірімді ғой, Құдай кешіре береді дейді. Бірақ бұл неден туындайды десек, біз мынаны біліп алуымыз керек. Иманның негізінің ішінде ең маңызды нәрсе Аллаға иман және ақыретке иман дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көбіне сөйтіп айтады. Аллаға және ақыретке иман ететін болса, мысалға алдыңа келген ас бер, көршіңе жақсы сөз сөйле, көршіңе көмектес деген осы сөз айтады. Ендеше Құранға да қарасақ, Құранның 3/1 ақырет туралы айтады. Ал енді Аллаға сенгендер көп, мына өмірде де қарап тұрсақ, бірақ ақыретке сенгендер қарап тұрсаң, өмірде аз кездеседі. Сенеді, бірақ сене алмайды. Ендеше Құдай кешіреді деп жасай бергендердің, егер сен түптеп келгенді сұрайтын болсаң, олардың ақыретке деген сенімі не жоқ деген болса, әлсіз екенін байқайсың. Яғни бұл өмірде ол ақыретті ұмытып кеткен. Аллаға иманы бар, бірақ ақыретке деген бір сеніміне келген уақытта бір ақырет болмайтын сияқты, ертең ол есебі болмайтын сияқты ұмытылып кеткендіктен, ол ертең күні есептің беруі қаншалықты қиын болғандығы, және қайтадан тіріліп тура осы қолы, осы аяғымен Құдайдың алдында тұрып есеп беретінін ұмытқандықтан осылай күнә жасайды.